Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін синабон рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын илеп алатын боламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: жылы сүт, ерітілген сары май, қант, ашытқы, ұн және де бізге қантты және ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Ерітілген сары май құямыз. Және аз-аздан ұнды салып отырып, жұмсақ қамыр егеміз. Одан соң дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан соң үстіне ерітілген сары майды жағамыз. Барлық жеріне жағып шығу керек, шет жақтары қалып кетпеу керек, міндетті түрде. Одан соң бір ыдысымызға секер мен даршынымызды араластырып, яғни корицаны араластырамыз. Және осы қамырдың үстіне барлық жеріне сеуіп шығамыз. Міне осылай толықтай барлық жеріне жайып алғаннан соң қамырымызды осылай рулет сияқты қылып орап аламыз. Кесіп аламыз. Жіптің көмегімен өте жақсы кесіледі, сондықтан жіппен кесуге кеңес беремін. Дайын болған бөлкелерімізді противенге пергамент қағазын төсеп сала береміз. Бөлкелеріміз дайын болды. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей бөлкелеріміз дайын болды. Бөлкеміз пісіп жатырған кезде осы бетіне жағатын кремін дайындап алдым. Енді сол кремді бетіне жағатын боламыз. Кремге қажетті ингредиенттер 250 грамм қаймақ және де 130 грамм қант ұнтағы. Екеуін араластырып, осындай крем дайындап аламыз. Енді ыссы күйінде осы бөлкелердің бетіне жағатын боламыз. Мінекей бөлкелеріміз осындай болып, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де кеңес беремін.